Ауызу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Қазақша, арабша Құран хатын оқу. Ар-Рахман сүресі 55-ші аят. Қуылған шайтан кесірінен Аллаға сыйынам. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ендеше ей жындар мен адамдар Раббыларының қай нығметін жоққа шығара аласыңдар. Ауызу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ол жұмақтарда өз жұбайынан басқаға көз тікпейтін, бұрын соңды адам баласының да жынның да қол тимеген пәк хор қыздары бар. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Ендеше жындар мен адамдар Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Олар сұлулықта бейне бір жақұт пен маржандай. كأنهن الياقوت والمرجان. Ендеше жындар мен адамдар Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Жақсылықтың қарымы дәл сондай жақсылық емей немене. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Ендеше жындар мен адамдар Раббыларының қай нығметін жоққа шығара аласыңдар. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Нағмет тұрғысынан бұл екеуінен басқа сәл төменде тағы да қос жұмақ бар. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. Ендеше Раббыларының қай нығметін жоққа шығара аласыңдар. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Екеуі де жап-жасыл. مُدْهَامَّتَانِ. Ендеше Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Екеуінде де қос бірдей қайнар бұлақ бар. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ. Ендеше Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Екеуінде де алуан түрлі жемістер, соның ішінде құрма мен анардың түр-түрі бар. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَرُمَّانٌ. Ендеше Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Екеуінде де жібек мінезді, ай жүзді хор қыздары бар. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ. Ендеше Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Отауынан аттап шықпайтын, өз жұбайынан басқа ешкімді көрмейтін һәм ойламайтын хор қыздары. حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ. Ендеше Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Оларға бұрын соңды адам баласының да жынның да қолы тимеген. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. Ендеше Раббыларының қай нығметін жоққа шығара аласыңдар. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Жұмақтықтар, жасыл жастықтар мен көздің жауын алатын оюлармен өрнектелген сәнді төсеніштерге жантайып жатады. مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ. Ендеше Раббыларының қай нығметін жоққа шығара аласыңдар. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
асқан айбат пен ұлылық және теңдессіз жомарттық иесі Раббыңның есімі қандай ұлы десеңші. Табаракасму раббика зил жалали вал икрам. Садақаллаху азим. Ар-Рахман сүресінің соңы.